Бұл өмірде бақытты болғыңыз келсе, өзіңіз жайлы мына нәрселерді ешкімге айтпаңыз. Ең бірінші, өткен өмір. Өткенді ойлап, бойыңызға негатив жинап, өз өміріңізді өткен күннің елесімен байлаудың қажеті қанша? Өткен өтті, кеткен кетті. Оны өзгертіп, кері қайтара алмайсыз. Өткенде өкініштерді айту арқылы сіз оның жағымсыз естеліктерін қайта тірілтіп, өзіңізді өзіңіз қинай бересіз. Бұл сізге ешқандай да жақсылық әкелмейтіні анық. Сондықтан да өткен өміріңізді есіңізге алып, өткен өміріңіз туралы айтып, оны қайта-қайта есіңізге салып, өз-өзіңізді босқа қинамаңыз. Екіншісі, ол денсаулық. Сізге шынымен жаны ашитын, сіздің қамыңызды ойлайтын адамдар тек қана ол сіздің отбасыңызда бірге туған адамдар. Ал басқа бөтен адамдарға сіздің денсаулығыңыздың жағдайы құны көк тиын. Егер аса қажеттілігі болмаса, ол жайлы бөтен адамдарға айтудың қажеттілігі жоқ. Олар әрі кетсе сізді мүсіркеп, аяп, тіптен сіз кеткеннен соң артыңыздан әңгіме қылып, сіз туралы өсек-аяң таратуы әбден мүмкін. Үшіншісі, айлық пен табыс. Қазір сөз болса, айлық, табыс, ақша, дүние, саяхат дегендер туралы сөз қозғап сөйлейтіндер өте көп. Оның ішінде ақшаға қатысты тақырыпты ешқашан қозғамағаныңыз абзал. Өз жалақыңыз, табысыңыз, айлығыңыз туралы ешкімге айтудың қажеті жоқ. Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Мұның соңы қызғанышқа, іштарлыққа, әртүрлі жағымпаздыққа ұласары әбден мүмкін. Сондықтан кездескен әрбір жанға жалақыңыздың жоғары немесе төмен екендігін, айлығыңыз туралы айтудың қажеті жоқ. Төртіншісі, қорқыныш пен үрей жайлы. Әр адамның өзінің қорқынышы бар. Ол жайлы елдің бәрі білуі шарт емес. Сіз өз қорқынышыңыз жайлы айтқанда, сізге қас адам оны өз пайдасына жаратуы әбден мүмкін. Сіз оларға сізді жығып беретін ақпаратты өз қолыңызбен беріп қоясыз. Қорқынышыңыз жайлы біліп алған адам ертесіне оны сізге қарсы қолданбасына кім кепіл? Сондықтан да әр адамның ешкімге айтпайтын бір құпиясы болары анық. Ол құпияны өз ішіңізде сақтаңыз. Сонда ғана айналаңыздағы сізге қарсы, сізге дұшпан адамдар сізден сыр ала алмайды. Бесіншісі, жоспар мен армандарыңыз. Егер алға қойған мақсаттарыңыз бен жоспарларыңызды және армандарыңызды орындалмай жатып, жариялап қойған болсаңыз, олар ешқашанда орындалмайды. Себебі жоспарларыңыз бен армандарыңызды, мақсаттарыңызды жұртқа жайған кезде миыңыз бұл орындалып қойды деп сезеді. Сондықтан да алға қойған мақсаттарыңызды, армандарыңызды ешкімге тіс жарып айтуға болмайды. Алтыншысы, жеке өміріңіз. Отбасылық өміріңіз жайлы айтып, таныстарыңыздың, достарыңыздың ортасында айтып, мақтанғыңыз келсе, жақсылап ойланғаныңыз абзал. Тіл көз, іштарлық дегенді ұмытпағайсыз. Жеке өміріңіз жайлы айтып, жар салып, мақтанғаныңыз дұрыс емес. Мұның соңы ұрыс-керіске, отбасылық мәселелерге, небір жағымсыз жағдайлар мен өсек-аяңға әкеп соғуы мүмкін. Отбасыңыз бен бақытты өмір сүргіңіз келсе, ондағы бақытты ешкімге жар салып айтудың қажеті жоқ. Себебі бақыт тыныштықты қалайды. Бұны ұмытпаңыз. Жетінші, біліміңіз бен біліктілігіңіз. Әр қашанда өзіңізді жаңа біліммен сусындатып отырыңыз. Ішкі және сыртқы гармонияны сақтауға тырысыңыз. Жаңа білім сізге жаңа табыстар мен жаңа таныстар және де жаңа бақыт сыйлары әбден анық.
Қанша өмір сүрсең, сонша оқы деген халық даналығында. Сондықтан да білім ол бақыттың баспалдағы секілді. Әрқашанда өзіңізді білім нәрімен сусындатып отырсаңыз, сонда өзіңізді бақытты сезінеріңіз анық. Тіптен Құрандағы ең бірінші түскен аяттың өзі оқы деп келеді. Сол себептен білім алу баршамызға парыз. Бұл жерде тек қана діни білім алу парыз деп шектеліп қалған емес. Сондықтан да әрқашан білім алып, жан-жақты дамығанымыз өзімізге жақсы. Айналамызды білімді көкірек көзі ояу жандармен толтырсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Әрі білім алуға деген құштарлығымыз күннен күнге өсері анық. 8-ші, Алланың сізге берген мүмкіндіктері мен нығметтеріне күнделікті шүкіршілік етіп отырыңыз. Өмірде судың сылдырын, құстың сайрағанын, мына әлемнің шексіз сұлулығын жаныңызбен, тәніңізбен сезініп, өзіңізді Алланың көркем жаратылысы екеніңізді мойындаңыз. Әлемге тек қана позитивті көзқараста қарап, негативті пікірлерді жоққа шығарыңыз. Өмір сондай ғажап, тек оның кереметтілігін, ғажап екенін шынайы сезіне біліңіз. Сонда ғана мәңгі бақытты өмір сүретініңіз анық. Бақыт әр адамның өз жүрегінде. Бақыт әр адамның басында. Бақытты болу әр адамның өз қолында. Бақытты болу жүрек тыныштығында. Жүрегіңіздегі тыныштығыңызды жоғалтпай, бақытқа бастар қадамдарға өз аяғыңызбен жетіңіз деп тілейміз. Құрметті оқырман, егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Видео астына өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен нақыл сөздер және де көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңыз. Баршаңызға бақыт пен байлық тіледім. Сіздермен бірге болған Омардың әңгімелері.